Сәлем оқырман, Сәуленің арнасына қош келдің. Арнама тіркеліп, лайк басып, қолдауды ұмытпа. Сәлем оқырман, арнама қош келдің. Зоп жайлы әңгімелесетін боламыз. Зоптың қанша түрі бар, қандай тағамдар йодқа бай, және зоп жайлы кішігірім мәлімет беріп өтем. Ендеше видеоның соңына дейін тыңдаңыздар. Зоптың бір атауы жемсау. Зоп ауруы қалқанша бездің ұлғаюынан пайда болады. Қалқанша безі адамдарда кеңістіктің алдыңғы қабатында орналасқан. Қалқанша безінің ұлғаюы мойынның жуандауына әкеледі. Зоп ауруына шалдыққан кезде қалқанша безінің қызметі бұзылып, гормондары не аз, не көп мөлшерде бөлінеді. Бұл ауру тек шығармашылық адамдарда ғана емес, барлық кәсіп иелерінде болады. Оның себебі тұқым қуалаушылық, инфекциялар, психикалық жарақаттар, ағзаның әлсіреуі, шаршау, депрессия, орталық жүйке жүйелерінің, жыныс бездерінің дұрыс қызмет істемеуінен болады. Күн тәртібіне бағынбай, түнде ұйықтамай, дер кезінде тамақтанбай, шапқылап жүргендіктен болады. Оларға диффузды токсикалық зоп тән. Қалқанша безінің гиперфункциясы мен гиперплазиясы салдарынан пайда болған зоп. Есте сақтау қабілеті төмендеу, депрессияға, жүйке тозуы, терінің кеуіп, шаш түсуі, ағза температурасы төмендеу, ағзаға су жиналып, қабынудың салдарынан салмақ қосу немесе салмақ тастау, бет домаланып, өңі қашуы болады. Қазақстан йод жетіспейтін аймаққа жатады. 2000 жылдан бастап йод жетіспеушілік аурулар көбейді. Тұрғындар тағам құрамындағы йодқа ерекше мән берген жөн. Йод жетіспеушілігі, тахикардия, қол дірілдеуі, аз ғана диффуздық жемсау сынды ауруларға себеп болады. Күйгелектік пайда болу, жылау, бұлшықет әлсіздеу болады. Асқынған жағдайда ағзадағы тұз бен су бұзылып, тамақ астындағы без ісініп, адамның көздері сыртқа шығып, беттері өзгеріп, тыныс алу қиындайды. Жүйке талшықтары қозғыштығы төмендеп, ми геометриясы өзгереді. Жүректің минуттық соғуы кемиді. Миокард гипоксиясы қалыптасады. Ас қорыту процесі бұзылады. Осыдан бастап қаназдық туады. Зоп ауруын емдеу дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ережесі барлық жерде бірдей. Зоптың түрі көп, соның ішінде көп тараған эндемиялық зоп. Оның 3 сатысы бар. Бірінші, қалқанша безі көрінбейді, сипалағанда сезілмейді. Екінші, қалқанша безі көрінбейді, бірақ сипалағанда сезіледі. Үшінші, қалқанша безі жұтынған кезде көрініп тұрады. Адам қанының құрамында йод мөлшері жыл мезгіліне байланысты азайып көбейіп отырады. Қыркүйек, қаңтар айларында қан құрамында йод мөлшері азайып, ақпанда көтеріледі. Күн ысыған кезде мамыр айларында йод жоғарылайды. Еркектерге қарағанда әйелдер 3-4 есе көп ауырады. Ағзадағы йодтың 90% тамақ арқылы толықтырылады. Күнделікті тағам құрамына мән берген жөн. Йод балықтарда, теңіз өнімдерінде, балдырларда, балық майында көп. Теңіз қырыққабатын, ламинарияда көп болады. Жемістерден апельсин, лимон, банан, жүзім, қауын, ананас, құлпынай, алма, құрмада көп. Сүт, жұмыртқа, сары май, сиыр еті, бидай өнімдері йодқа өте бай. Жидектер сарымсақ, шалқан, қызылша, картоп, сәбіз, қызанақ. Бірақ ет пен балықты қайта-қайта мұздатқанда оның ішіндегі йод жойылады. Отаны асқынған жағдайда ғана жасаған дұрыс. Зоп аяғы ауыр аналарда қауіпті жағдай туғызуы мүмкін. Себебі ауру асқынған кезде шақалақ өліп кетуі мүмкін. Жаңа туған нәресте қалқанша безінің дамымай қалуы, туа біткен гипотериязы қалыптасуы ықтимал. Қауіптісі нәресте ақыл есі кемтар болып туылуы мүмкін. Диагноз қойылған бала өмір бойы гормондық ем алуға мәжбүр. Уақытылы емделсе, эндемиялық зоптан қауіп жоқ. Зоптың токсикалық түрі ұзақ уақыт емделіп, дәрігер қарауында болуы керек. Дәрігердің рұқсатынсыз бала тууына болмайды. Егер отбасында біреу зоп болып ауырса, тұқым қуалауы мүмкін. Ол тироидтық гормон биосинтезінің генетикалық бұзылуы.
зобты әркім өзінше емдемеу керек. Эндокринолог дәрігерлер емдейді. Сырқаттың бірінші дәрежесінде тек қана йодталған, йодамарин, йодты калий сияқты дәрілер ішу, йодқа бай тағамдар ішу. Емі дұрыс жүрген адам йодты тағамдарды үнемі пайдаланса, сауығып кетеді. Зобтың тұқым қуалайтын қатерлі түрлеріне шалдыққандары құлан таза жазылып кетпесе де, дер кезінде емделсе, сырқат созылмалы күйінде қалады. Науқастар берілген мөлшерде дәріні ішіп тұру керек. Егер ем дұрыс жасалса, 8 апта жағдайы түзелуі тиіс. Кейде 2 жылға дейін созылады. Қалқанша безінің көлемі қалпына келсе, 1 жылдан кейін йод қосылған препараттарға көшу қажет. Біле жүріңіз, дені сау адамға шамамен 150 микрограмм йод қажет. Йод ағзаның химиялық, физикалық агенттерге қарсы тұруы төмендеп, ақыл есі кемейді. Зобты өз бетімен емдеу өте қауіпті. Теңіз балдырлары, теңіз қырқабаты, ет, сүт, жеміс-жидектер ағзаға йод беретін тағамдар. Оқырмандар, сіздермен болған сәуле, назарларыңызға рахмет. Комментарияға зоб жайлы білетініңізді жаза кетіңіздер. Келесі видеоларға дейін сау саламат болыңыздар, ауырмаңыздар.